Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыз екі айнымалысы бар сызықтық теңдеулер жүйесі. Бүгінгі сабақта жүйе туралы мағлұмат береміз. Келесі сабақта осы жүйелерді толықтай есептер шығаруға арнаймыз. Сіздермен бүгін Сұлу апай сабағымызды бастаймыз. Кеттік. Бірінші 2/5 есеп берілген теңдеулер жүйесі екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесіндегі графиктік тәсілмен шешіңдер дейді. Негізі теңдеулер жүйесін шешудің біз 6 сыныптан бастап білеміз. Алмастыру әдісі, алгебралық қосу әдісі және графиктік әдіс. Мұнда да сол әдістер пайдаланады және тағы да қосымша әдістер бар. Оны келесі сабақта айтамыз. Бүгін қысқаша мағлұмат береміз. Алдыменен графиктік тәсілге пайдаланайық. Y квадрат плюс x квадрат тең 4 теңдеуі. Бұл бізде шеңбердің теңдеуі. Координата бас нүктесінде жататын центрі болатын. Радиусы 2-ге тең болатын шеңбер. Қазір сол шеңберді салайық. Берілген шеңберіміздің радиусы 2-ге тең. Біз радиусы 2-ге тең шеңбер сыздық. Бұл шеңберде радиус 2-ге тең. Мына жерге жазып қояйық. Радиус 2-ге тең және y плюс x тең 0 теңдеуінің графигін салуымыз керек. Ол үшін y тең минус x түріне келтіреміз. Бұл бізде бисектриса деп аталады, яғни екінші ширекте және төртінші ширекте жататын. Яғни x-ға 1 берсең минус 1 болады. Мінекей x-ға 1 бердік, минус 1 мына жерде болады. x-ға минус 1 берсең плюс 1 болып мына жерде жатады. Осы екі нүктені бастырып қостырсақ, ол координата бас нүктесі арқылы өтеді. Бізде бұл түзу. Қараймыз. Берілген түзуіміз y тең минус x функциясының графигі, ал мынау шеңбердің графигі y квадрат плюс x квадрат тең 4. Екеуінің қиылысқан нүктесі міне екі жерде қиылысты. Осы қиылысқан нүктелердің x-ін және y-ін табайық. Бізде мынау жердегі нүкте минус 1. Қанекей былай штрихтап жүргізсек. Жартыға сәл жетпейді. Минус 1,5-1-де 4 деп алсақ болады. Мына жерге жазайын. X тең минус 1,4. Y ол да осындай жерде. Y тең 1,4. X-інде минус 1,4, Y плюс 1,4. Және екінші нүктесін қараймыз. Онда да осындай. X тең 1,4-ке, Y минус 1,4. Бұл берілген графиктік теңдеуіміздің шешімі болып табылады. Келесі 2/3 есеп. 2/3 есептің үшіншісін көрсетейін. Қосу әдісіменен. Бұл жерде де графиктік әдіспен шешіңдер деген. Біз алгебралық қосу әдісін пайдалана берейік. Қосу әдісін пайдалану үшін бізде бір айнымалы жойылып кету керек қой. Мына жерге қараймыз. X квадраттарды жоятын болсақ, бірінші теңдеуді минус 2-ге көбейтейік. Сол кезде біздің теңдеулер жүйесінде бірінші теңдеуіміз минус 4x квадрат минус 6y плюс 6. Екінші теңдеу өзгенше қала берсін. 4x квадрат минус 2y тең, мына жер тең ғой балдар, плюс тең 6 минус 5. Әрі қарай енді бірінші және екінші теңдеулерді сәйкесінше қосайық. X квадраттар жойылып кетеді. 4x квадраттар минус 6y-ке минус 2y қоссақ бізде болады минус 8y болады. Тең 6 мен минус 5 1 береді. Әрі қарай y табу үшін тең 1-ді бөлеміз 8-ге. Сонда y-іміз болады минус 8-ден 1-ге. Соны екінші теңдеуге апарып қояйық. 4x квадрат минус 2. Y-дің орнына қоямыз 8-ден 1-ді. Минус 8-ден 1. Тең минус 5-ге. Әрі қарай мұнакеу қысқарып кетеді. 4x квадрат плюс, мына минус 1 плюс болады ғой. 4-ден 1 болады. Тең минус 5-ге.
Енді бөлшектің бөлімнен құтылайық, 4-ке көбейтіп жіберейік. 16х квадрат плюс 1 тең минус 20. Әрі қарай 16х квадрат тең минус 1 теңдіктің оң жағын ашады, минус 21 болады ғой. Қарап отырмыз, жұп санның квадратынан теріс сан бізде шықпау керек. Олай болатын болса, мына теңдеудің шешімі жоқ дейміз. Қазір с деңгейден 2-де 7-ші есепті қарастырайық. Осы жүйенің дейді 2 шешімі болатындай, 1 шешімі болатындай және шешімі болмайтындай п параметрінің мәндерін табыңдар дейді. Алдыменен мына екінші теңдеуден y-ті тауып, бірінші теңдеудегі y-тің орнына қояйық. Y тапсақ p минус x болады. Сол кезде бізде өрнегіміз қандай болады? p минус x минус x квадрат минус 1. Мына жерде 1 минус p минус 1 ғой, 1 жазып. p минус x. Әрі қарай мына y-ті орнына p минус x-ті қойып тұрмыз. Минус x квадрат тең 1 өрнегі. Енді берілген квадрат теңдеуді мынандай рет-ретімен жазып алайық. Бұлай жазайық. X квадрат, ретімен бұлай жаза берейінші. Минус x квадрат минус x плюс p минус 1 деп жазайық. Тең 0-ге. Әрі қарай мына x квадраттың таңбасын плюске ауыстырайық. X квадрат плюс x минус p плюс 1 тең 0-ге. Мына жерден сендерге түсінікті болу үшін мен бұлай жасайын. X квадрат плюс x деп минусты жақшаны алдына шығарып жіберсем, p минус 1 тең 0 болады. Мына жерге бұлай қараймыз. ax квадрат плюс vx плюс кәдімгі квадрат теңдеу түріне келді дейміз. Дискриминантты табамызды. X-тің коэффициенті 1 ғой. 1-дің квадраты 1, минустың орнына плюс болады. 4 еселенген біріншімен сының көбейтіндісі p минус 1. Әрі қарай дискриминантты есептейік. 1, мына жерге жазайын, 1 плюс 4p минус 4, тең болады 4p плюс 1 мен минус 4-тен минус 3 шығады. Яғни бізде бұлай болып тұр. Дискриминант тең болып тұр 4p минус 3-ге. Бірінші жағдай бізге айтады, 2 түбірі болатын жағдайды қарастыр дейді. Қай кезде бізде 2 түбірі болады? Егер дискриминант 0-ден үлкен болса, яғни оң сан болса, демек 4p минус 3 үлкен 0-ден деген теңсіздікті шешу керек. 4p үлкен 3-ден, p үлкен 3-ден, 4-ден. Бұл бірінші жағдай. Екінші, қай кезде берілген квадрат теңдеудің бір ғана шешім болады дейді. Ол үшін біз дискриминантты 0-ге теңестіреміз. Демек 4p минус 3 тең 0-ге. 4p тең 3-ге. Бұдан p тең, мына жерде 3-ті 4-ке бөліміз ғой. 3 бөлу 4. 3 бөлу 4. Келесі, үшінші жағдай, қай кезде берілген теңдеудің шешімі болмайды дейді. Шешімі болмайтын жағдай дискриминант 0-ден кіші болған жағдайда, Демек 4p минус 3 0-ден кіші жағдай. 4p кіші 3-ден, p кіші 4-ден 3-ден. Мінекей біз 3 жағдай бойынша p-ның жағдайларына байланысты біз жаздық. Дискриминант оң болған жағдайда, 0-ге тең болған жағдайда және 0-ден кіші теріс болған жағдайда. Мінекей құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақ бізде осы 2 айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйесін шешуді өте жақсы есептерді қарастырамын. А деңгей, В, С барлық деңгейдегі есептерді максимальны түрде қамтып, көбірек есептерді көрсететін боламын. Біздің арнаға тіркеліп, пікірлеріңді қалдырып және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.